Тақсыр, несін алаңдайсыз? Қолында әкімият күші бар, қаруы бар адам ештеңеден қорықпас болар. Ондай сұмдарға не өздерінен өткен жауыздық жасау керек, не өздері ойлай алмайтындай ақылмен алжастыру керек. Қазақ деген халық еркелетсең желкеңе шығып алады. Кейбір қылығы қой сияқты. Сол үшін де біздің орыстар сондай надан қазақтарды көргенде баран деп боқтайды. Онысы қой дегені ғой. Ал қызығы сол қойды серкелер бастап жүреді. Серкелердің басын кесіп алсаң, қошқарларының өзі аяғын суға малудан қорқады. Қазаққа да сол керек. Ел бастаушыларын құрту керек. Сонда ғана қалғаны оңай жуасып айтқаныңа көнеді. Айтпақшы, сөзіңізге қарағанда олардың қолында әлі қару-жарақ болғаны ма? Қару-жарақ дейтіндері жырғатқан бірдеңе болмағанымен, қарақшылар қара мылтықпен ақ қан қақсатып отырған жоқ па? Олар ашыққа шығып майдандасып соғыспайды. Алақандай білетін тау-тастың қойнына тығылып алып, жасырынба ойнағанды жақсы көреді. Қашып пысып жүрген болып ақ діңкеңді құртады. Алды-артыңды орап, тұмсығыңды жерге шаншып кетеді. Алдымен қаруын, одан соң атын алу керек. Бұқаны құтыртқан екенегі дегендей, сол екеуінен айырылса қашпақ түгілі қара көже тауып ішуге зар болар, бәлем. Нақтылап айтқанда, қазақтар Шыңжаңмен көршілес Гансу өлкесіне қарай қаша бастады. Дүнген мен Сарттың құтыртуына дәнеге қалған қазақтар енді сол жаққа қашып, дүнгендерді паналағысы келеді. Тіпті жақында әкесіне ас берген қазақтардың басшысы Елісқан, мен дүнгендерден әскер жасақтап келіп, Шыңғысаймен соғысамын деп айбат көрсетіпті. Қазір сол Елісқанның бүлдіруімен Адубай деген немере ағасы 100-ден астам түтінді бастап Гансу өлкесіне қарай қаша көшіп барады. Оны көрген қалған елге де қопақ біткен. Елісқан деген кім өзі? Елісқанның ұл әкесі Жамыспай, онымен бірге туған Қамыспай деген болған. Бұлар бүкіл Баркөл қазағын билеген. Кейін Жамыспайдың ұлы Әліп әкесінен қалған зәңгілік шенді елеп ел басқарған болатын. Яңзышың мен Жиншурун үкіметі тұсында үкірдайлық шен алған. Мәнсаптың буы мен байлығына мастанған ол Баркөлдің бастығы емес, барымта жасайтын қарақшысына айналды. Жергілікті Қытайларды қанғақсатып, егінін малға таптатып күн көрсетпеді. Моңғолия мен Үрімжі арасындағы сауда керуенін тонап, кісісін өлтірді. Мажуңең Қожанияз бүлігі кезінде оларға қосылып, мемлекет армиясына қарсы оқ атты. Жиншурун алдына шақырып алып, үкіметке қарсы болмауын қатаң ескерткен болса да, Қожанияздың көтерілісшіл армиясына қыруар ат, көлік және қой берді. Қайта-қайта қарсарса берген соң, ақыры өлім жазасына үкім етілді. Абай қайдан естігені белгісіз, бала-шағасымен 117 адамды қырып тастапты деген естіп едім. Сол қырғын болмасын, деп елеңдей сұрады. Шыңғысай тамағына бірдеңе тұрып қалғандай қылғана жұтынып, «Иә», дей салды. Бұларыңыз енді... Абай сәл қынжылған ырай танытты. Бізде де қыру жою болып тұрады, бірақ дүйім елдің көзінше бала-шағасын қырғандарыңыз сәл артық кеткен. Мен білетін қазақтар екені шын болса, енді бұларды тоқтату өте қиын болады. Бірақ көрерміз. Қашқанда қайда барады? Барар жерің Балқантау, ол да бізден қалған тау дегендей ғой, Шың мырза. Жөн көрсеңіз, енді бір жоспар ойыма келіп отыр. Біз көшкісі келіп отырған сол Елісқанды тоспай-ақ қоя берсек, сол арқылы күштілерінің күшін пытыратып, әлсіздердің бас салғанымыз оңтайлы болмас па? Шамамыз жеткенше тырбанып, жөргегінде тұншықтыруымыз оң болар еді. Елісқан деген өте жаман адам, өзінің білмейтіні жоқ. Кезінде Баркөл Жамбылынан Қытай тілінде оқыған, Қытайшаға судай жүйрік. Айтпақшы, өзі маған Қытай тілінде хат жазған, жазулары қиқы-шойқы болғанымен сауатты немекен. Абай танымаса да Шыңғысай ұсынған хаттың аяғындағы бармақтай мөрдегі Елісқан деген есімді анық айырды. Не деп жазыпты? Не деуші еді? Шыңғысай мырс-мырс күлді. Мені айналайын деп айтады ғой деп бедің. Әкемді өлтірдің. Бір шешем мен екінімді олжалап кеттің. Оларды қайтармасаң тұрсатын жеріңді айт. Жасақ топтап соғысамын деп аузына келгенін көкіпті. Шешесі бауырлар деген нес? Ойбай-ау, сіз білмейді екенсіз ғой. Біздің әскери бастықтар Әліптің жас тоқалын екі баласымен бірге тірідей олжалап келіпті. Артындағы елді бұлжытпау үшін барымта ретінде ұстаймыз ғой деп тірі сақтап едім.
қатында болса жауыз екен, үрімжі түрмесінде аузынан нәр салмай аштан өлді. Балаларшы, қатының қампезер қайсарлығы сондай, қойнындағы баласында тірі сақтауға қимай, өзімен бірге аштан өлтірді. 4 жастағы баланы түрмедегілер бағалмаймыз деп бір дүнгенге сатып жіберген бе, әйтеуір көзін құртыпты. Қайда кеткенін ешкім білмейді. Солай деңіз. Абай бір сәт сұқ саусағымен алдындағы үстелді тықырлатып үнсіз отырып қалды. Оның ойын Шыңшысай бөлді. Міне көріп отырсың, біздің бірінші жауымыз Елісқан. Ал содан кейін сол Елісқан аз болғандай, осында Үрімжінің оңтүстігін шулатқан Қасым деген қарақшы түрмені тесіп шығып, Баркөлге қашып барыпты. Осының бәрін тыныштандыру сіздің ғана қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Демек, мені қарақшылардың апанына жібермек ойыңыз бар екен ғой. Ойбай-ау, ол не дегеніңіз? Біздің шамамыз жетпейтін жауларға өзіңіздей батырды шақырмағанда кімді шақырамыз? Ақылы мен қайраты қатар жетілген сіздей қазақты тұңғыш көруім. Осында да біраз қазақтар бар, бірақ сенім жоқ. Алды-артына жалтақшыл. Мен бұйрық берсем, соны атқарғансып жүгіреді. Ауылдағы қазақтардың қазы қартасына тойған соң бәрін ұмытып, құйрықтары солай қисая қалады. Шыңшысай Абайдың мақтау сөзге келгенде майдай еріп, кең маңдайы жазылып, жадырай күлетіндігін байқады. Жел сөзбен көпірте бергісі келді. Сонда маған тапсыратын міндетіңіз не? Бүкіл шығыс Шыңжаңның амандығы сіздің мойныңызда болсын десем, асырып жібермеген болармын. Қазірше Құмыл аймағы уәлиінің орынбасары, қосымша Баркөл ауданының қорғаныс бөлімінің бастығы болсаңыз деген өтінішім бар. 2 міндетті қатарынан жүктеуімнің де өзіндік сыры бар. Құмыл Баркөл өңірі біздің ішкі Қытаймен болған ең негізгі күре жолымыз, қан тамырымыз деуге де болады. Тамырдағы қанды іркіліксіз ағызатын бас дәрігер сіз боласыз деген сөз. Ауыр міндет екен. Солай болса да тапсырмаңызды адалдықпен атқаруға бар күшімді саламын. Кеңес одағынан көргенімді, Моңғолияда сынақтан өткізген тәжірибемді ашық қолдансам, қолымнан қақпассыз деп ойлаймын. Мен сіздің қолыңыздан қалай қағамын? Керісінше, сіз менің қолымнан қақпасаңыз болды. Шығыс Шыңжаңды тыныштандырсаңыз, өлке орталығын әкеліп, қалаған мәнсабыңызға отырғызамын. Сіздің орныңызды қаласам берер медіңіз? Беремін, деп өтірік күлген Шыңшысайдың өңі күреңітіп кетті. Мәнсәпті бәрінен жоғары қоятын ол іштей. Мына сұмның ниеті қандай жаман ә? Кеңес одағының беті демесе, сендей бөспен адамды әліптің артынан ақ жібере салар едім, деп бір толқыды да өзін өзі қайта сабырға шақырды. Қой, маған бұдан артық қолшоқпар табылмайды. Бұндай ақымақты тек қана алдап сулап пайдаланған жөн дегендерді ойлады, сөйтті де. Менің орным түк емес, әсіресе Шыңжаң жағдайынан алғанда пышақтың жүзінде отырғандай боламын. Моңғолияда еңбек көрсеттіңіз, енді Шыңжаңдағы жұмысыңыз сәтті болса, сізді Сталин мырза разы қош қылады ғой, деп қиялады. Бұл бір жағы мақтау болғанымен, бір жағы Абайға деген сес секілді көрінді. Байқа, батырым, сен бұл арада аспаннан түскен перідей кегжигеніңмен арт жағыңда басқан ізіңді санап, сары ізіңе шөп салып отырған иең бар. Шыңжаңда жақсы жұмыс атқармады деп жаныстырып жіберсем болды. Сталиннің өзі-ақ басыңды қағып түсер, бәлем. Талайды көрген Абайдың беті бүлкете қойған жоқ. Кеңес одағы менің ием болғанымен сіздің досыңыз. Мен жақсы болсам, сіз жақсысыз. Сіз жақсы болсаңыз, мен жақсымын, деді. Мұнысы, Шың мырза, Кеңес одағына арқа сүйіп, Нәнжің үкіметіне де шекеңмен қарап отырсың. Кеңес одағы болмаса, сенің де артың белгілемес пе? Сондықтан бірімізді біріміз сыйлағаннан ұтпасақ ұтылмаймыз, дегені еді. Әрине, деді Шыңшысай. Сізді жіберген Кеңес одағының коммунистік партиясы екеумізге де үлкен сенім артып отыр ғой. Сол сенімнен шығамыз деп ойлаймыз. Шыңжаңдан не істеп, не қоямын десеңіз де, жолыңыз ашық. Бізге жол жорық көрсетеді деп сенемін. Ұмытып барады екенмін, Абай мырза. Ыңғайсыздау болса да сұрайын, қазақта ру деген болушы еді. Сіз қандай рудансыз? Сізге мұның да керегі бар ма? Абай мырза, қате түсініп қалмаңыз. Барған жеріңіздегі негізгі ру керейлер.
азырақ наймандар бар. Қазақтың бір осал жері ру екенін білесіз ғой. Менменсіп кеудесін керіп тұрған қазаққа ру бойынша іс жүргізсең болды. Бірін-бірі шеңберектеп итше таласуға дейін барады. Сосын сұрағаным ғой. Руым Найман. Наймансыз ба? Керейлерге қарағанда наймандар ақылды келеді. Бізбен қарсыласып, мемлекет армиясына қарсы оқ атқандардың ішінде наймандар жоқ. Ал Керей деген халық нағыз кеудемсоқ көрсоқырлар. Қаны басына қозып шықса болды. Алдында тау тұрма, өзен тұрма. Ақылын ашуға жеңдіріп, көзі көрмей қалады. Солай ма? Абай біраз ыңыранып отырды. Оның Найманмын дегені өтірік еді. Руы Ашамайлы Керейдің Шимойын атасынан болатын. Керейлер сондай деңіз. Шыңшысай өзін қанша ақылды санағанымен бұл жолы жаңылыс басты. Айтайын дегенім, барған жеріңізде Найман Құсайын деген кісі бар. Сол өңірге ықпалы бар адам. Бір рет шәріпқан дөрені қорғап, қашқан елді қайырып келіп еңбек көрсеткен. Иек артатын адамыңыздың біреуі сол демекшімін ғой. Сіздің өз інісі екеніңізді білген соң, ішек бауыры елжіреп кетпесе де, бұрыннан үкіметке жұмыс істеп келген сенімді әулет болғандықтан шетке қаға қоймас. Ол жағынан сізге ақыл айту дарияның қасынан құдық қазғанмен тең болар. Жақсыға басын айтсаң, аяғын өзі түсінеді демеуші ме едіңіздер? Құрғақ сөзбен көп отырып қалыппыз ау. Сіздің уәлилігіңізді тойлауды ұмытып барады екенбіз. Алдымен тойыңызды жасаймыз. Осындағы білікті мырзалармен танысасыз. Сосын құмылға асықпай аттанарсыз. Қазақта қонақта ерік бар ма, май берсе де жей береді деген мәтел бар. Сіздікі ақыл болғанда, біздікі мақұл болады да. Екеуі қатарласа күліп орындарынан тұрды. Абайдың өз жанына еріп келген атқоршыларына Шыңшысай да көп нөкер қосып берді. Соның ішінде Жаңжын деген жас мұғалім жігітті оңашалап алып, сенің міндетің Абайға хатшы болу. Шын мәнінде оның істеген ісімен сөйлеген сөзін түгендеп, басқан ізін аңдайсың. Әрі маған жазбаша және телеграф арқылы хабарлап тұрасың, дегенді ерекше ескертті. Ал Жаңжын болса, өз соңында дәл өзіндей тағы біреудің барлығын аңғармақ түгілі ойлап та қойған жоқ. Жайди Шәкенұлының Қаралы көш романынан үзінді.